Сіздің проблемаңыз қанша тұрады? Сол проблемаңыз давам етсе, және қанша ақша жоғалтасыз? Ең көп зиян келтіріп отырған проблемалардың қатарында игромания алдыңғы орында тұрады. Бізге хабарласып отырғандардың ішінде бір әйел інісінің қымар ойынға кіріп кетіп шыға алмай отырғанын, қарызға батып кеткенін, бар жоғын сатып сол қарызларын төлеп отырғанын, соның кесірінен анасы жүрек ауруы болып больницаға жатып қалғанын айтты. Және бір әйел қызы қасындағы балаларға еріп ойынға кіріп қалғанын, атынан кредитлар алып, соларды төлеу үшін үйіндегі бар затларды сатып отырған. Олам жетпегендей, қызы мамасымен ұрсып үйінен кетіп қалған екен. Және бір кісі баласының ойынға кіріп кеткенін, әркімнің атынан кредитлар алып төлей алмай жүргенін, әмменің алдында абырой төгіліп, қысылып қалғанын, баласының келешегінен қорқып, кредитларын төлеуге мәжбүр болып отырғанларын айтқан еді. Бұндай уақиғалардың ізі таусылмайды. Біз адамлардың шақсын айтпаймыз, проблеманың өзін айтамыз. Сондай күйіп жүргендердің нәубеттегісі, баласы ойыннан шыға алмай, өзімді өлтіремін деп пышақ тақап, пұл тауып бер деп талап етеді екен. Үйіңіздегі жағдай қандай, мөнәсебетлер қандай десем, бірінші күйеуі қайтыс болып, екінші тұрмыс құрғанда, сол екінші күйеуіменен баласы үйінде келісе алмай көп ұрыс жанжал болған. Балаңыздың өзімен істеу керек десем, оған пұл жоқлығын айтты. Балаңыз өзіне пышақ тағып қорқытқанда пұл тауып беріп жатырсыз ба десем, ауа дейді. Және гәптің ізінде қоңсы моллаға апарарман дейді. Қоңсы моллаң не қылып береді? Сол балаңның өгей әкесінен жеген таяқларын, травмаларын кетіре ме, яки балаңның ойынға деген құмарын кетіріп бере ме? Әртүрлі түсініктегі адамлар бар. Өзін өлтіремен деп қорқытатын адамлардың қолынан еш зат келмейді. Жаны өзіне қадірлі. Тек манипуляция қылады. Өзін өлтіруді ойлап жүрген адамлар ешкімге сөйлеспей үндемей қалады. Яки ата-анасынан басқа адамға үйден басқа жаққа кеткім келіп жүр деп айтуы мүмкін. Осындай игроман балалар сол жағдайына шыға алмаймын деп ойлайды. Соның үшін психолог яки басқаларменен істесуге көнбейді. Үйінің іші айтса да бармайды. Базылары яқшы деп көнеді. Олам өзінің сол жүрісінен безар болып кеткен болады. Бұндай игроман балаларға көбінше үйіндегілер оны айыплап ұрса береді. Содан кейін беттер қырсығып ұрлық қылуға өтеді. Оны айыплағаннан көре, сенің қарыздарыңды төлеуге өзіміз көмектесеміз. Сен өзіңді қолға ал. Сені сол жағдайдан шығуыңа көмектесуші адамдармен істесіп көр деп, жақсы гәплер айтып қолдап қуатласа, сол бала разы болуы мүмкін. Бізге келген игроман балалармен сөйлескенімізде, оны кішкентай уақытынан ата-анасы ұрсып ұрғандыларын, қызыққан затларын істеуіне рұқсат бермегенін, қой тыныш жүр, қызып жүр деп, көп затлардан шекелеп тастағанын, соларға қырсығып, тайырлыққа берген пұлын да басқа жақларға сауғанларын, ата-аналар балаларының қолынан келмей тұрған істерді талап ететұғынын, бақырып, қыртып, езе бергеннен кейін үйінен безіп, көшедегі балалармен жүргісі келіп, солардың қасында өзін жақсы сезіп, солармен көп жүргісі келетұғынын, және көп пұлларға қызығып, ойынға кіріп кеткендерін айтады. Базы ата-аналар қай жерде қате қылдым деп келеді. Жоғарыда айтылғандай мәселелерде қате қылған болады. Бала тәрбиесі бойынша айтылатын гәплер көп, оның орны келсе, бөлек видеода айтамыз. Және базы ата-аналар баласы яки қызы қасындағы адамлардың айтқанымен жүретұғын болып қалған, біздердің айтқанды қылмайды, қасындағылар оны дуалаған деп айтады. Ешқандай дуалау яки басқа зат емес. Балаңызды қарыздар қылып қойған болуы мүмкін. Ямаса, олардың жасырын қылатқан істерін білген үшін сырымды айтып қоймасын деп, оларға қарам болып қалады. Сол ата-аналар баламды біздерге қаратып бер, мөнәсебетлерді жақсылағымыз келеді. Сол балама ата-ананың айтқанын қылу керек, өйту керек, бүйту керек, соларды айт деп келеді. Баланың өзі ата-анамен жақсы болу керектігін жүда жақсы біледі. Бірақ ішіндегі өкпесі, ашуы себеплі бетіне яқшы деп айтса да, қырсығып, басқа істер қылып жүре береді. Адамның миында әмме зат сақланады. Ол бала кішкентай уақытында таяқ жегенлері, гәп естігенлері, басқалардың алдында кемсітілгенлері себеплі өмірінің ақырына шейін мөнәсебетлерді жақсылай алмай ашуменен жүреді. Каналымызда алдыңғы видеолардан көрген болсаңыз керек, арасында 60-қа шыққан кемпір қашан өліп кеткен ата-анасынан ашуы барлығын, одан наразылығын айтқан еді. Сеанстан кейін ашуы кетіп, разылығын айтты. Тап сондай сіздің балаңыздағы миындағы травмаларын, ашуын кетірмегенше өмірінің ақырына шейін сізге ашулы болып жүреді. Игроман балалар өзінің пұл таусылғаннан кейін танысыларынан пұл алады, процентке алады, кредит алады. Қарызға кіріп болғаннан кейін пұлларын қайтара алмай, адамлар қарызларын сұрағанда басым астында қалады. Одан кейін адамлардың алдында абыройым қалмады, әмме мені мошенникке шығарды, қатардан айырып тастады. Солардан ұялғанымнан, қысылғанымнан өзімді өлтіруді ойладым деп айтқанлар болды. Енді бұндай жағдайдағы адамларға шешім. Бірінші нәубетте оны түскіндіктен шығару, кішкентай уақытынан бастап әзірге шекемге травмаларын алып тастау.
Жақынлар менен мünәсәбәтләрин тиклөө, оюнга деген кумарын азайтып, өзүн баскара алатыган дәрежеге келтирүү. Оның миындагы баскаларга карамлыкты үзүп, өзү эркин пикирлей алатыган, эркин карар кабыл этетиген дәрежеге келтирүү. Адамлардын алдындагы уялуу, кысылуу, айыптарлыкларын кетирүү. Ертеңги күнүнө деген коркууларын кетирүү және кызыгатыган жумусын иштеп кетүүгө көмөктөшүү. Солардын баарын иштөөгө кеминде 1 ай убакыт кетеді. 2-3 айга чейин давам этүү мүмкүн. Енді ушундай игроман балаңыз яки башка жакыныңыздын сол жагдайынан чыгып, жаңа өмүр баштап кетүүнө канча пул төлөөгө таярсыз? Кетип атырган чыгымларын көрүп турган, баласынын жагдайын түшүнүп, онун келечегин ойлап, канча болсо да төлөймөн, тек бала менен мünәсәбәтлер жакшыланса болду деп айтатыганлар бар. Баласынын үмүтү жокларга баары бир, калегени кылсын деп кое берет. Баазылар 300-400 миң сом чыгар деп ойлап едим, сону төлөө мүмкүн дейди. Бул бир ауыз гап менен чечилип кететиген зат эмес. Проблемаңыздын көлөмүн өзүңүз жута жакшы билесиз. 300-400 миллион сомлук проблемаңызды 300 миң менен чечкиңиз келеби? Онсуз ак бар жогуңуз бир четтен кетип атырган болсо. Миллиардлап жогалтып атыр адамдар. Олам жетпегенде уруш жанжелден шаңарак чайкалып атыр, ден соолукларынан айрылып атыр. Адамлардын алдындагы аброй бир тыйын болду. Балалардын келечеги кандай болду? Солардын баары канча турат деп ойлойсуз? Бұл жағдай давам етсе, және қанша ақша, қанша нерв жоғалтасыз, саламатлығыңыз кетеді. Және 5 жылдан кейінгі жағдай қандай болады деп ойлайсыз? Барлық затларды бір шетке қойып, тек қана сол шаңырақтағы мünәсәбәтлердің тікленгенінің өзі үлкен гәп. Жанына қастаянлық қылуды ойлап жүрген бала сол жолдан қайтып, жақындарымен мünәсәбәтлер тікленгеннің өзін ешқандай ақшаға, ешқандай суммаға теңдестіріп болмайды. Игроманлардың көбісі кемінде өзінің үйінен ақша яки басқа бұйымдар ұрлаған болады. Өтілісіп кеткендері басқа жақтарға да ұрлыққа түседі. Әмме затларға пұл шығарып, проблемасының шешіміне пұл шығарғысы келмейтіндерге таңла өзіңізді деп қоя береміз. Әзірде бұндай жағдайлар мектеп оқушылары арасында да көбейіп кеткен. Тек балаларды емес, қызларды да тартып отыр. Соның үшін балаларыңыздың тәрбиясына итибарлы болу. Игроманлардың бас өтетіген жолы осындай. Кейінгі видеоларда басқа да проблемаларда жүргендердің бас өтетіген жолларын айтып барамыз.